Сәлем, құрметті көрермендерім, Асем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Бүгінгі түсірімдерде сіздерге қандай айда қандай гүлдер егуге болатынын және де қандай уақытта гүлдейтінін сол туралы сіздермен айтамын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздерге айтатыным, гүлді мен өте көп өсіремін. Алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай қаншама гүл. Бұл тек коробкадегі гүлдер ғана, былай гүлдер қаншама бар менде, қараңыздар. Енді сіздерге осымен жобалап, осымен көрсетейін, қай уақытта қандай гүл егуге болатындығын. Так, ең бірінші сіздерге қазіргі айда егуге болатын гүлдерді көрсетейін. Так, гвоздика. Міне бұл гвоздика гренадин деген түрі. Бұл, так, сіздерге айтайын. Қазір ексеңіздер уже май айларында, мысалы, гүлдей бастайды, және де көбінесе бұл өте ұзақ гүлдейді, яғни 6-7 айдан кейін ба сондайда гүлдеу керек. Сол себепті бұны кішкене көп ертерек еккен жақсы, ертерек гүлдеу алу үшін. Ал егер жай еккен уақытта келесі жылы ғана сіздер гүлдеуін көре аласыздар. Сол себептен бастап, осы қазірден бастап еккен жақсы. Так, келесі түрік гвоздикасы тоже. Бұны да қазір ертерек ексеңіздер, ертерек басқа гвоздика сияқты ертерек гүлдеуін тезірек көресіздер. Өте әдемі. Ұзақтығы сол 6 айдан кейін, 5-6 айдан кейін гүлдейді. Сол себептен бұнда қазіргі кезде еге беруге болады. Китайский гвоздика. Китайский гвоздиканда тоже жаңағы түрік гвоздикасы, жаңа гренадин гвоздикасы сияқты. Бұнда қазір немесе осы желтоқсан айының аяғында, немесе январдың осы қаңтар айының басында егуге болады. Осы жылы гүлдеуін көргілеріңіз келсе. Ал егер одан кейін кешіксеңіздер, кішкене жай гүлдеп қалыпты, гүлдей қалмауы да мүмкін. Сол себептен гвоздика егілеріңіз келсе, ертерек егуге тырысыңыздар. Келесі тағы айтатын, үй гүлдерінің ішінде айтатын болсам, колеус, мына жерде қарасаңыздар. Колеусты барлығымыз білеміз шығар. Тоже далада өсіреді, әрі де үйде өсіретін. Бұнда қазір бастап ексеңіздер, бұл әрі үй гүл ретінде де үйде өсіре берсеңіздер де болады. Сосын дала шара ойсаңыздар да. Так, келесі. Так, гласинияны да барлығымыз білеміз. Тоже үй гүлі болып саналады. Бұның әртүрлі түстері болады. Міне көріп тұрсаңыздар, қызыл, ақшыл, және де тағы да басқалары. Бұның несі? Бұл үй гүліне жатады, себебі ол дала гүліне жатпайды. Үйге өсірсеңіздер, қазірден бастап өсірсеңіздер, майда бұйыртса гүлдеуін көре аласыздар. Аспарагуста тоже. Аспарагуста бұл үйдің гүл ретінде өте жаңағыдай бір, қалай айтсам болады, балдыр сияқты өсіп тұратын, ерекше ішінде тек қана мынаның ішінде бар болғаны, бұл жаңағыдай гласиналар сияқты емес, ішінде бар болғаны 3 тас қана болады. Сол 3 тастан менде біреу шықты ма, сондай алдын ала өзі суға салып, кәдімгідей салсаңыздар, бұнда осы қазір егген кезде аспарагус гүлін тоже қазір егуге болады. Осы қазір оғанда ноябрь айында емес, осы ноябрьдің аяғында, декабрьде егуге бола береді. Так, петунияны барлығымыз да білеміз. Бірақ петунияны қазір кәдімгі петунияларды егу ертерек. Мысалы махровияларды қаңтар айынан бастап ексеңіздер, өте ерте гүлдеуге болады. Так, бегонияда тоже бұл өте жай өсетін жаңағыдай гүлдердің бірі. Сол себептен қазірден бастап еккеніңіз дұрыс. Және әрі кетсе, мына бегонияның түрі бар. Бұл деген жаңағыдай ампельне жерге түсіп тұратын түрі, яғни әртүрлісі болады. Келесі эустома. Эустома енді өте әдемі розаның екінші түрі. Кейде лизиантус деп те атайды. Бұны міндетті түрде қазір егу, себебі бұл 6 айдан кейін ғана гүлдейді. Сол себептен өте шығу жағына өте қиын, және тұқымы да өте қымбаттау. Бірақ та гүлдеген кезде бұл қиындықтың барлығында ұмытып кетесіздер. Сол себепте ертерек гүлдегенін қаласаңыздар, қазірден бастап егіңіздер. Келесі герань, барлығымыз білеміз, пеларгония деп атайды кейде. Тоже қазірден бастап ексеңіздер, бұйыртса 5-6 айдан кейін гүлдеп, әрі үйде тұрғызуларыңыз болады, әрі далада тұрғызуларыңыз. Немесе жаңағыдай арнайы үйде несі болса, басқа түрлі, мысалы, ерекше түрлері алыңыз, қызыл емес, басқа түрлері тағы болады. Сол сияқты солар тұқымнан өсірсеңіздер, бір жағынан эустомадан гөрі герань өте оңай өсіру.
тез өседі. Ауруда чемпионстома қарағанда. Бұнда өсіріңіздер. Так, келесі петуния. Петуния алғанда бұл ампельный жерге түсіп тұратын жаңағы петуния бір түрі. Бұл да өте кішкене жаңағыдай қырсықтау. Өсіңкіремей сөйтеді. Бірақ та өте әдемі тоже. Гацания. Гацанияны енді анда сіздермен видеода ютубта үнемі сіздерге көрсетіп жүрдім. Өте әдемі гүл. Яғни күн шыққан кезде ғана ашылады. Күн жауған кезде қандай бір сиқыр күшімен өзіне өзі жабылып қалады. Яғни бұнда қазір ексеңіздер, бұйыртса майда гүлдеуін көресіздер. Мен биылғыда жай егіп қалдым. Айтайын сіздерге қазір наурыз айларында ма, июль айында ғана гүлдеді. Сол себептен қазір ексеңіздер өте жақсы. Ертерек гүлдейді. Так, бальзамин. Бальзаминде тоже әртүрлі түсі бар. Так, менде қайсысы қазір. Бальзаминде әртүрлі түрлері бар. Бұларды да қазір ексеңіздер, ол кішкене ертерек гүлдейді, бірақ та дегенмен терзеде әдемі болып тұрады, және де далаға шығарсаңыздар да өте әдемі болады. Бұл да өте күшті гүлдердің бірі. Келесі цикламен. Цикламенде қазірден бастап тіпті бұны даже ертерек егуге де болады. Көбісі жаңағы 8 мартқа өсіреді. Августтен бастап жаңағы тамыз айынан бастап өсірсе, мартта гүлдейді. Енді есептесеңіздер, қыркүйек, қазан, қараша, яғни 6 айдан кейін гүлдейді. Сол себепті бұл да эустома сияқты қазір ексеңіздер, майда терзелеріңіздің алдында өте әдемі болып тұрады. Және бұл да кішкене қырсықтау мінесі, бірақ өте ерекше гүлдерін қарасаңыздар, өте әдемі үй гүл ретінде саналады бұл да. Так, пока шашол сіздерге мен көрсетіп тұрғандай. Түсінбей жатсаңыздар комментарияға жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Инстаграмға жазылыңыздар, алла бұйыртса Инстаграмда немесе ютубта сіздерге кішігірім конкурс ұйымдастыратын боламын тұқымға байланысты. Сол себептен каналға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.